Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Нұреке. И менің қасымда өзімнің екінші аккаунтым. Өзім основам мен өзім аккаунтым. Мен блог суртты басынан бастап сендерге қалай не нәрсені қалай алуды үйрететін боламын. Мен қазір өзімнің аккаунтыма, өзімнің екінші твинк аккаунтқа лед фруктын бердім. Енді осы фруктпен прокачканы бастаймыз. Мен бұл видеоны ұзаққа созбай тез барлығын көрсетіп шығамын. Ал кеттік. Мен өзімнің қалай лвл көтергенімді түсірген жоқпын, өйткені олай видео ұзақ болып кетеді. Ал мен өзіме достаточно уровеньмен ақшаны жинап болғаннан кейін өзіме хаки және айр джамп сатып алдым. Содан кейін дальше уровень фармить етуге кеттім. Мен уже достаточно уровень жинап алдым, 300 уровень және 750 мың белли. Енді стиль боя алуға кеттік. Біз Dark Step деген стиль бояны алайын деп жатыр. Ол 150 мың белли тұрады. Өте күшті стиль боя. Ал енді бізге Saber деген мечті алу керек. Ол үшін біз пазлды өтеміз және Shanks деген боссты өлтіреміз. Сол кезде бізге меч түседі. Ал көріп тұрғандарыңыздай мен өзім основной скинімді сатып алдым. Енді мен 700 уровеньге жеттім. Енді біз екінші мирға кетеміз. Екінші мирға бармай тұрып, өзімізге қалып кеткен стиль бояларды сатып алуымыз керек. Ол электричество деген стиль боя және хаки сатып алу керек. Бұл хаки наблюдение. Бұл ең керек болатын нәрсе, осыны обязательно сатып алыңыздар. Сосын су астындағы островқа барамызда өзімізге водяной кунг-фуды сатып аламыз. Ал кеттік, екінші мирға баратын квестті орындаймыз. Осы тюрмаға келеміз, ол бізге ключ береді. Сосын Айс Адмирал Аокициді өлтіреміз. Сосын квестті орындаймыз. Сендерге дұрыс көрінбей жатса, онда видеоны замедлить етіп көріңдер. Ал енді біз Айс Адмиралды өлтіріп болғаннан кейін, енді бізге екінші мирға баруға болады. Ал екінші мирға барғаннан кейін біз дальше прокачканы жалғастырамыз. Ол видео скоро шығады. Сәл күтіңдер. Ал егер сен блог суттан аккаунт алғың келсе, онда менің личкама жаз.